Болат Назарбаевтың баласы сотталып жатыр. Көз тірісінде елдің ең байларының бірі болған Болат Назарбаевтың отбасына әкелері қайтыс болған соң тықыр таяна бастады. Оның үлкен ұлы Нұрбол Назарбаевқа қатысты іс қозғалып жатыр екен. Бұл іспен прокуратура жанындағы активтерді қайтару комитеті айналысып жатыр. Қазірдің өзінде сот өткен, алайда мән-жай әлі күнге дейін жарияланбай отыр. Белгілісі, сот шешімімен Нұрбол Назарбаев 57 миллиард теңге көлеміндегі активтерінен айырылды. Олар мемлекет меншігіне қайтарылыпты. Бұдан бөлек оған 925 миллион теңге айыппұл және 230 миллион теңге өсімпұл салынған екен. Мәжіліс кулуарында өткен брифингте журналистер де активтерді қайтару компаниясы мен Нұрбол Назарбаев арасындағы сот ісінің мән-жайын білуге тырысты. Алайда бас прокурордың орынбасары Ғалымжан Қойгелдиев бұл істің қандай да бір мәліметін ашудан бас тартыпты. Ол бас прокуратура Нұрбол Назарбаевқа қандай айып таққанын да, оның өзі қайда екенінде, мемлекет кірісіне нақты қандай мүліктің өткенін де айтпады.